Енесі сәл шегінді. Тыңдашы, бәлкім Даринаны жазға бізге алып кетсе қалай болады? Деп ұсынды Айғаным ханым ұлы Медетке. Балаға әжесінің жанында болған пайдалы. Сенің Алисаңа да аналық уайымнан бір демалып алу керек қой. Медет шайға қақалып әйеліне қарады. Алиса дәл сол сәтте қызына ботқа салып жатқан қолындағы қасығы орта жолда тоқтап қалды. Анашым, бізде бәрі жақсы, деді ұлы абайлап. Алиса бәріне үлгеріп жүр. Қайдағы үлгеріп жүрген? Деп қолын бір сілтеді енесі. Көріп тұрсың ғой, қыз қандай арық. Дұрыс тамақтандырмайды ау деймін. Ал менде болса тойып тамақ шереді. 3 жастағы Дарина әжесіне үлкен көздерімен қарап, сұлу ботқасын асықпай шайнап отырды. Арық емес, ол жай ғана нәзік, анасына тартқан, деді Алиса сабырмен. Айғаным ханым, қамқорлығыңызға рахмет, бірақ біз қызымыздан бүтін бір жазға айырылуды жоспарлап отырған жоқпыз. Онда не, қаладағы қапырықта отыра бересіңдер ме? Деп қоймады енесі. Балаға таза ауа керек. Менің ауылдағы сіңлімнің үйі бар. Табиғаты керемет. Медет ол кереметті жақсы білетін, жағдайы жоқ үй, су құдықтан алынады, ең жақын дүкенге дейін 3 шақырым жаяу жүру керек. Жасы үлкен адам мен кішкентай бала үшін онша қолайлы емес. Біз демалыс алып, бүкіл отбасымызбен теңізге барамыз, деді ол әйелін жақтап. Теңізге ме? Деп мысқылдай күлді анасы. Ақшаны жерге шашу. Сосын келіп менен коммуналдық төлемге қарыз сұрайсыңдар. Алиса табақты әдеттегіден сәл қаттырақ раковинаға қойды. Медет мұны байқап қалды, әйелі ашулана бастаған еді. Медетжан, бәлкім, сен өзің де отбасылық уайымнан демалғың келетін шығар. Деп тактикасын өзгертті анасы. Достарыңмен балық аулауға барып қайтсаңшы, ал біз Даринамен осында бола тұрамыз. Анашым, мен өз отбасымнан демалғым келмейді, деді ұлы нық түрде. Айғаным ханым ернін тістеп қалды. Бірінші жоспары іске аспады. Бір аптадан кейін ол жаңа оймен келді. Алисочка, жаным, өткенде жасаған бәлішіңді маған үйретіп жіберсең қалай? Деп жалына сөйледі енесі. Медет қатты мақтаған еді. Әрине, деп жымиды Алиса, қиын емес. Екеуі ас үйге өтті. Айғаным ханым келіннің қалай азық-түлік алып, ұн өлшеп жатқанын мұқият бақылап тұрды. Ой, мынау не? Деп енесі тоңазытқышты ашып ішін қарай бастады. Көгерген ірімшік пе? Фу, бұзылған ғой. Ал мына шұжықтың түсі де бір түрлі екен. Бұл дорблю, француз ірімшігі, деп сабырмен түсіндірді Алиса. Ал мынау италиялық салями, қойшы, бізді француздың қызықтарымен шатастырма, деп ашуланды енесі. Баланы осындай жаман нәрсе беріп, сосын неге арық деп таңғаласың? Дарина кәдімгі балаларға арналған тамақ жейді, ал бұл ірімшікті Медет екеуміз өзімізге аламыз. Өздеріне ме? Деп мазақ етті Айғаным ханым. Оның қанша тұратынын білесің бе? Сол ақшаға бір аптаға жететін дұрыс тамақ алуға болады. Біз оған шамамыз жетеді, деді Алиса қысқа ғана. Жетеді екен. Ал Медет ауырып, жұмыс істей алмай қалса, не істейсіңдер? Сонда осы ірімшікпен бала асырайсыңдар ма? Алиса қамыр салынған ыдысты үстелге сәл қаттырақ қойды. Айғаным ханым, бізде жинақ бар, сақтандыру бар. Біз бюджетті жоспарлаймыз. Жоспарлайсыңдар ма? Деп басын шайқады енесі. Жастарсыңдар әлі. Мен сендердің жастарында әр тиынды санап артық ештеңе алмайтынмын. Замана өзгерді, деді Алиса сабырмен. Замана өзгерсе де, ар-ұят, шама деген бар ғой. Деп қолын сермеді енесі. Медет ақша табады, ал сен оны босқа шашып жатырсың. Сол кезде ас үйге Медет кірді. Не туралы дауласып жатырсыңдар, қыздарым? Деп көңілді сұрады ол. Міне, сенің Алисаң ақшаны желге шашып жатыр, деп бірден шағымданды анасы. Ірімшікті 1000 рубльге сатып алады. Елестетіп көр. Медет әйеліне қарады. Алиса үнсіз қамыр жайып тұр, бірақ иығының тартылып тұрғаннан оның өзін ұстап тұрғанын түсінді. Анашым, біз өзімізге ұнайтын нәрсені алуға жетерліктей табыс табамыз, деді ол сабырмен. Оның үстіне ол ірімшік өте дәмді. Сен оны жақтап тұрсың ба? Деп ашуланды енесі. Ол сенің барлық жинағыңды өз қалауына жұмсап бітірсе, не істейсің, Айғаным ханым, деді Алиса жай ғана оқтауды қойып енесіне бұрылып.
Мен де жұмыс істеймін және жақсы табыс табамын. Бұл ірімшікті өз ақшам аламын. Өз ақшаңа ма? Деп енесі тыржиып қалды. Ал үйді кім ұстап отыр? Коммуналдық төлемдерді кім төлейді? Көлікті ше? Біз ортақ бюджет жүргіземіз деп жауап берді Алиса. Барлығын бірге жұмсаймыз. Міне, дәл солай. Деп жеңіске жеткендей айқай салды Айғаным ханым. Медет бәрін қамтамасыз етеді, ал бұл болса ақшаны босқа шашады. Анашым, жетет деді Медет қатаң дауыспен. Алиса дұрыс айтады. Бізде ортақ бюджет және оның не сатып алатынына мен қарсы емеспін. Енесі ренжіп, ернін жиырып қалды. Екінші жоспары да іске аспады. Келесі аптада Айғаным ханым енді одан да айлалы әрекет етуге бел буды. Ол Медет үйде жоқ кезде келді. Алисачка, екеуміз ашық сөйлессек бола ма? Деп сеніммен сұрады. Әрине, деп келісті Алиса сақтықпен. Білесің бе, Медет мен үшін ерекше бала. Кішкентайынан аурушаң болды, көп көңіл бөлуді қажет ететін деп бастады енесі. Оның бірінші әйелі мұны түсінбеді. Үйленген соң бірден есейіп кетеді деп ойлады. Алиса бірден сергек тартты. Медеттің бірінші әйелі туралы енесі бұрын соңды айтпаған еді. Олар ажырасты, өйткені ол мені қызғанатын. Елестетіп көрші. Анасы мен ұлын қызғанат деп айтты. Мен олардың өміріне араласат деді. Ал сіз не істедіңіз, ол солай ойлайтындай? Деп абайлап сұрады Алиса. Ештеңе ерекше емес. Деп қолын бір сілтеді енесі. Қонаққа барып тұрдым, жағдайларын сұрап кейде кеңес беретімін. Ана ретінде ғой. Ал ол ашуланып, біз ересек адамдармыз, өзіміз білеміз дейтін. Түсінікті деді Алиса қысқа ғана. Бір кезде бізде де сол жағдай қайталанбай ма? Деп жасанды алаңдаушылықпен сұрады Айғаным ханым. Сен де қызғанып жүрмейсің бе? Қызғанатындай себеп бар ма? Деп тіке сұрады Алиса. Енесі абдырап қалды. Ол эмоциялық жауап күтті. Жоқ, ондай болмайды деген сөз естимін деп ойлаған. Яғни деп кідірді ол. Мен тек арамыз жақсы болғанын қалаймын. Айғаным ханым, мен күйеуімді анасынан қызғанбаймын. Бірақ біздің отбасымыздың өміріне араласуға жол бермеймін. Қалай сонда араласу? Деп ашуланды енесі. Мен оның анасымын ғой. Сіз өз отбасы бар, ересек ер адамның анасысыз. Егер біздің шекарамызды құрметтесеңіз, ешқандай мәселе болмайды. Қандай тағы шекара? Түсінбей қалды Айғаным ханым. Мысалы, менің ақшаны қалай жұмсайтынымды сынамау. Қызымды қалай тәрбиелеу керектігін үйретпеу. Сұралмаған кеңес бермеу деп сабырмен тізіп шықты Алиса. Енесінің жүзі қызарып кетті. Қалай батылың барады? Деп жарылды ол. Мен оның анасымын. Менің тәжірибем көп, мен тек жақсылық қалаймын. Білесіз бе, деді Алиса орнынан тұрып терезеге жақындап. Медеттің бірінші әйелі де жанжал шығарғысы келмеген шығар. Ол жай ғана үнемі қысымнан шаршаған. Сен не, мені ажырасумен қорқытып тұрсың ба? Деп аң-таң болды енесі. Жоқ, мен тек әр әрекеттің салдары болатынын айтып тұрмын. Медет бір отбасынан айырылды. Екіншісінен де айырылғысы келмейді деп ойлаймын. Айғаным ханым үнсіз отырып қалды, естігенін іштей қорытып. Сосын орнынан тұрып, ештеңе деместен кетіп қалды. Кешке Медет әйелінен сұрады. Анам келді ме? Бір түрлі көңілсіз көрінді. Иә, келді деп бас изеді Алиса. Біз біраз сөйлестік. Не туралы? Отбасындағы шекара туралы. Медет жымиып қойды. Оның бұл тақырыпты қалай қабылдағанын елестетіп тұрмын. Есесіне, енді бәрі түсінікті деді Алиса. Не ол осы ережелерді қабылдайды, не бәрі бірінші келіндегідей болады. Егер анаммен қарым-қатынасың түзелмесе, өкінбейсің бе? Деп абайлап сұрады күйеуі. Медет, мен саған тұрмысқа шықтым, анаңа емес. Ал біз баланы әжесі үшін емес, өзіміз үшін тәрбиелеп жатырмыз. Бір айдан кейін Айғаным ханым тағы да олардың үйіне келді. Бірақ бұл жолы олдарынаға сыйлықтар әкеліп, кешкі асқа қалуға рұқсат сұрады. Алиса, ас үйде көмектессем бола ма? Деп ұсыныс жасады. Әрине, деп таңғалды келіні. Екеуі үнсіз тамақ дайындады.
Айғаным ханым салатқа көкөністерді ұқыптап турап отырды. Ешқандай пікір білдірмей, не өнімдерге, не дайындау тәсіліне қатысты. Әдемі дастархан екен деп жай ғана айтты ол. Жаңа ма? Иә, өткен аптада алдым, деді Алиса, интерьерге сай. Сосын, ештеңе. Бағасы туралы сұрақ жоқ, неге алдың деген ескерту жоқ. Кешкі ас кезінде Айғаным ханым тағамдарды мақтап, немересімен ойнап, Медетке жаңалықтарды айтып отырды. Бірде-бір сын, бірде-бір қажетсіз кеңес айтылған жоқ. Кетер кезде Алиса оны есікке дейін шығарып салды. Айғаным ханым, бүгінгі кеш үшін рахмет, деді ол шын көңілмен. Керісінше, саған рахмет, деп жауап берді енесі. Сабақ үшін. Біздің әңгімеден кейін көп ойландым. Қандай қорытындыға келдіңіз? Мен тағы бір келініммен немеремді жоғалтқым келмейді, деді Айғаным ханым мұңайып жымиып. Егер бір-бірімізді құрметтесек, ешкімді жоғалтпаймыз. Тырысамын, деп уәде берді енесі де кетіп қалды. Медет есік алдында әйелін құшақтап алды. Сен мұны қалай істедің? Жай ғана шекарамды анық көрсеттім, деп иығын қиқан еткізді Алиса. Сенің анаң ақылды әйел. Ол түсінді, не жаңа шартпен қарым-қатынасты сақтайды. Ал түсінбесе ше? Онда басқаша әрекет етуге тура келер еді, деді әйелі ашып. Бірақ оған дейін жетпегенімізге қуаныштымын. Содан бері Айғаным ханым жиі қонаққа келіп тұратын болды. Оның мінезі мүлде өзгерді. Кеңес бермес бұрын рұқсат сұрауды үйренді, жас отбасының сатып алулары мен шешімдерін сынауды қойды. Ең бастысы, әже рөлі мен ене рөлін шатастырмау керегенін түсінді. Өйткені әже болуда дәл сондай маңызды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, жаңа оқиғаларды өткізіп алмау үшін.